Наруто әлемінде Учиха кланы соғыстың, көздің және трагедияның символы. Бұл кланның екі аңы шықты. Бірі көлеңкеде жүріп, бір ауылды құтқару үшін бүкіл өмірін құрбан еткен Итачи Учиха, ал екіншісі күшке сеніп, бүкіл шиноби әлемін тізерлеткен Мадара Учиха. Бұл видеода біз олардың күшін, ақылын, шайқас стилін және нақты жағдайда кім жеңетінін толық талқылайтын боламыз. Ендеше бастаймыз. Мадара Учиха. Мадара жай ғана шиноби емес, ол соғыс дәуірінде туған, соғыспен өскен адам. Күші мен қабілеттері мәңгілік Мангекyo Шаринганын, Рениган, Сусаноның толық формасы, Матеор шақыру, құйрықты аңдарды бағындыру. Мадара 5 кагені жалғыз өзі жеңген санаулы кейіпкерлердің бірі. Оның чакрасы кагелерден де көп, ал төзімділігі адам сенгісіз. Бұл жердегі ең маңыздысы, Мадара ешқашан толық күшпен жеңілген емес. Екінші бізде Учиха Итачи, идеал шиноби. Итачи күшпен емес, ақылмен жеңетін кейіпкер. Оның ерекшелігі гензитсудың шебері, Цукьоми арқылы бір сәтте жеңу, Аматерасу тоқтамайтын от, Тосука қылышы мен Ята айнасы. Яғни Итачи қарсыласын соғыс басталмай-ақ тұрып жеңіп ала алады. Ол шайқаста эмоцияға берілмейді, әр қимылды алдын ала ойлайды. Итачи туралы факт айтатын болсақ, 7 жасында Хокагелерден кейінде ойланған, 13 жасында Амбу капитаны болған жалғыз адам. Мадара тікелей соғыстың шебері, ал Итачи психологиялық соғыстың королі. Итачи қарсыласын шатастырады, әлсіз жерін табады, бір қате жіберуге мәжбүрлейді. Бірақ Мадара гензитсуға қарсы тәжірибелі, ұзақ шайқаста шаршамайды, чакрасы шексізге дейін жақын. Осы екі мықты Учиха бетпе-бет келген жағдайда ашық алаңда Мадара жеңіске жетеді, өйткені ода чакра, күш, төзімділік бар. Ал тұйық ортада Итачиде шанс көбірек, гензитсу және тактика. Бірақ шындығына келгенде Итачидің ауруы мен чакрасының аздығы оны ұзақ шайқаста әлсіретеді. Видеоның соңында қорытынды: Итачи ең мыңсыз шиноби, ал Мадара ең қауіпті шиноби. Бірі бейбітшілік үшін өлді, бірі соғыс арқылы әлемді өзгерткісі келді. Соңында, сенің ойыңша егер Итачи сау болса және оның чакрасы орта деңгейлі не болмаса көп болса, ол Мадараны жеңе алар ма еді? Комментарийге міндетті түрде жаза кет, және келесіде қандай видеолар шығаратынымызды да жазғандарың дұрыс. Біз сол комментарийлерді қарау арқылы келесі видеомызды шығарамыз.